эректильді дисфункциямен келген пациенттерді біз мүшесіне укол салып, мүшені давлениесін көтеріп тексереміз да. Егер психологический эректильный дисфункция болған кезде көп жағдайда давление өте жақсы болады. Ұрық шығады. Тек қана бұның жұмысы тек қана мүшені тұрғызып беру болды. Басқа сезімдердің бәрі қалады. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Ерлер денсаулығына арналған YouTube каналыма қош келдіңіздер. Егер ерлер денсаулығына байланысты пайдалы ақпараттар алғыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, төмендегі қоңыраушаны басып кетіңіздер. Бүгінгі тақырып бізде эректильді дисфункция, яғни импотенция жайында қозғайтын боламыз. Импотенция дегеніміз не? Ол мүшенің қатынасқа түсуге деген қауқарының төмендеуі, немесе мүшенің әлсіздігі, немесе мүшенің жұмыс істемеуі. Қазақша тілмен айтқанда, эректильді дисфункцияның қандай түрлері бар? Екі түрі бар, ол органикалық және психологиялық болып бөлінеді. Органикалыққа біз оның ішінде тағы да түрлері бар. Олар ең жиі кездесетін ол сосудисті, сосын сахарын диабеттен болатын себептер, сосын дәрілік заттар көп ішкен кезде, кейбір дәрілік заттар көп ішкен кезде болатын эректильді дисфункция, сосын нейрогенді травмалардың, жарақаттардың кесірінен болатын эректильді дисфункция, сосын болезнь Пейрони дейді, мүшенің жарақаты салдарынан болатын, мүшенің ішіндегі фиброзды бляшка пайда болып, мүшенің қан тамыр жүйесін бұзу кезінде болатын эректильді дисфункциялар болып бөлінеді. Енді осыларға жеке-жеке қысқаша тоқталып кететін болсақ, мысалы, ең бірінші айттық қой, сосудисті эректильді дисфункция деп. Бұл жерде көбінесе мүше артериалдық қан арқылы, давленияның көтерілу арқылы мүше тұрады. Енді бұл кезде процесс қалай жүреді? Давление, артериалды приток көтеріледі, венозный отток жабылу керек, тоқтау керек. Себебі мүшенің іші қанмен толу керек. Мүше қанмен толған кезде ғана ол қатаяды. Мысалға келтіретін болсақ, машинаның дөңгелегі дейік. Машинаның дөңгелегін біз ауамен қаншалықты давлениесін жоғары үрлеген сайын, машинаның дөңгелегі жұмсақ болады. Сол сияқты мүше де сондай. Егер мүшенің қанмен қамтамасыз етуі жоғары болған сайын, давление жоғары болған сайын, мүше қатты болады. Давление жоғары болу үшін венозный отток жабылу керек, тоқтап тұру керек уақытша. Еркек қозды, қанмен давление көтерілді, мүше вена жабылды. Енді еркек өзінің жұмысын жасады, оргазм алды, венозный отток ашылу керек та, артериальный приток тоқтау керек. Сол кезде мүше жатады. Бұл жерде егер венозный нарушение венно-окклюзионного механизма дейді, вена уақытылы жабылып, уақытылы ашылмаған кезде осында эректильді дисфункция қалып келуі мүмкін. Бұны біз көбінесе мүшені УЗИ-ға түсіру арқылы мүшенің давленияларын өлшеп, артериальный притоктың, венозный оттоктың, мысалы, максимальная систолическая скорость и конечная диастолическая скорость дейді, соларды өлшеу арқылы біз осындай проблема бар жоғын анықтай аламыз. Сахарын диабеттен болатын эректильді дисфункция, көбінесе сахарын диабет ол организмдағы, ағзадағы метаболикалық синдромның бұзылуынан болады, немесе артық салмақтың, гормоналды бұзылыстардың себебінен болады. Сол үшін бұл жерде гормоналды бұзылыстар болған кезде, артық салмақ болған кезде қан тамыр жүйесіндегі ішінде атеросклеротический бляшкалар пайда болады. Ол артериальды сосудтардың ішінде қанмен келуін бітеп қалады да, артериальды сосудтарды бітеп қалады да, мүшеге қанның келуі нашарлайды, давление мүшеде көтерілмейді, сол үшін мүше әлсіз болады. Енді бұл жерде сосудисті эректильді дисфункцияны диагноз қойған кезде определенный ғалымдардың зерттеулері статистикасы бойынша 5 жыл деп айтып жатады. Енді определенный жылдарда ол ертең жүрек ауруларына алып келуі мүмкін. Сол үшін эректильді дисфункция, сосудистого генеза, ол көбінесе ранняя диагностика
ишемических болезней сердца дейді, жүрек ауруларының ерте бір анықталу факторы болып саналады. Сол үшін егер мүше әлсіз болып жатса, артық салмақ болса, жаңа метаболикалық синдром болатын болса, онда міндетті түрде тексерілу керек та, мүшенің жұмысын жақсарту керек. Мүшенің жұмысы жақсарту арқылы біз қан тамыр жүйесіндегі жұмыстарды жақсартамыз да, себебі бұл жаққа берілген дәрілер ол общий селективно мүшеге ғана берілетін дәрі жоқ, олар бүткіл ағзаға әсерін береді да, бүткіл денедегі қан тамыр жүйесін жаңа тазалайды, холестериннан, холестериновый бляшкалардан, атеросклеротический бляшкалардан тазалайды да, ол ертең жүрек ауру, ишемический болезнь сердцелардың алдын алуға бізге көмектеседі. Сол үшін бұл жерде диагноз қою өте маңызды. Енді нейрогенді, ол жаңағы нейрогенді травмалар, позвоночникқа болған травмаларға байланысты көбінесе мынау центр оргазма, ол жаңағы копчикта орналасқан, екінші, үшінші позвонокта, крестец дейді, сол крестцовый позвонокта орналасқан, сол жерде жарақат алған болса, мүшеде жұмыс істемей қалуы мүмкін. Сосын бағана тағы айтып кететін, ол гормоналды бұзылыстар. Ағзадағы гормоналды бұзылыстарға байланысты да эректильді дисфункция болуы мүмкін. Ол көбінесе тестостерон гормонына байланысты болуы мүмкін. Сол үшін ал тестостерон гормоны ол басқа гормондарға да, денедегі басқа гормондарға да байланысты. Тестостерон гормонын қадағалап отыратын бастағы гипофиздағы гормондар бар, гонадотропин деп аталады. Сол гормондарға да байланысты болады. Сол үшін біз тестостерон гормонын тексерген кезде тестостерон өзін ғана тексермейміз. Біз соған жауапты, соған әсер ете алатын, әсер етуі мүмкін гормондарды да аламыз. Сол үшін дәрігерге бару керек. Бір ғана тестостерон анализін алып қана біз диагноз қоймаймыз. И ол алынған кезде тестостерон деген кезде ол общий, жалпы тестостерон. Ол жалпы тестостеронды ол біздің денемізге, общий денемізге беріледі, ал мүшеге жауапты ол свободный тестостерон деген болады. Соның ішінде жалпы тестостеронның определенный проценті ғана ол мүшеге жауап береді. Сол үшін бұны анықтаған кезде біз общий тестостерон нормальный болып тұруы мүмкін, свободный тестостеронды санаған кезде ол төмен болуы мүмкін. Сол үшін бұны тек қана дәрігерлер ғана анықтай алады. Егер осындай жаңа мүшеміз әлсіз болып жатқан жағдайда, бағанағындай артық салмақ болып, давление жоғары болған жағдайда, онда міндетті түрде дәрігерге барып тексеріліп, ерте анықтау керек. Себебі бұл жерде ерте анықтау өте маңызды. Себебі уақыт өткен сайын, қаншалықты уақыт өткізіп алған сайын, соншалықты толық емделіп кету вероятності соншалықты төмендей береді. Немесе жаңа дәрілер ішу, емделу вероятності соншалықты ұзара береді. Мысалы, кей кезде келеді, мынандай проблемамен келеді, біз диагнозды анықтаймыз, диагнозды анықтағаннан кейін дәрі беріп жатамыз да, мына дәріні ішу керек, мынанша уақыт, немесе постоянно ішу керек деп жатқан кезде көбісі қорқып жатады да, неге постоянно ішу керек деп. Мен пример келтіріп жатам. Мысалға, дәрігерге барған кезде, кардиолог дәрігеріне барған кезде, кардиолог дәрігер айтады да, сізде мысалы артериальды гипертензия или жүрек ауруының мынандай сатысы, сіз мына дәріні постоянно ішу керек десе, особо қатты реагировать етпейді оған, все келіседі, оған сол дәрілерді постоянно ішіп жүреді. Ал бізге келген жігіттер, мысалы, келген кезде біз айтып жатамыз, сізде мынандай эректильді дисфункция ол көбінесе қан тамыр жүйесінде болатын болғандықтан, ол жүрек ауруларымен, давление ауруларымен бірге взаимосвязаны да бір-бірімен. Сол үшін кей кезде біз айтамыз, сіз мына дәрілерді ұзақ уақыт немесе үнемі ішу керек десе, соны неғып жатады, неге қалай ол үнемі ішу керекпін, неге үнемі ішу керекпін деп жатады. Себебі көбінесе уақыт өткізіп алып келеді. Сол үшін де ол дәріні үнемі ішуі мүмкін. Енді біз дәріні берген кезде уақыт көрсетеді. Кейбір кезде дәріні береміз, жақсы результат аламыз. Дәріні атмен жасаған кезде сол результат қалып жатады. Онда жақсы. Онда дәріні атмен жасауға болады. Ал кей кезде дәріні атмен жасаған кезде ол қайтадан жаңағындай бұрынғы қалпына келіп жатуы мүмкін. Ол кезде уже
ол дәрілерді значит ары қарай жалғастыру керек болады деген сөз. Бұл эректильді дисфункцияны қалай емдейтініне келетін болсақ, бұл жерде де бағанағындай біз түрлерін айтып кеттік қой, мынандай түрлері бар деп, сол түрлеріне байланысты біз емдейміз. Сол үшін диагноз қою маңызды, қай түріне байланысты бұл болып жатыр, соған байланысты ары қарай біз емдейміз. Сосудисті эректильді дисфункция болатын болса, мысалы артериальный приток, давление келуі төмен ба, немесе венозный отток тез венамен кетіп қалып жатыр ма, соны анықтау керекпіз. Егер давление төмен болса, давление көтеретін дәрілер береміз. Венозный отток бұзылған болса, онда венаны операция арқылы жабу керек деген сөз. Көрдіңіз ме? Диагноздың себебіне байланысты. Қандай себеп эректильді дисфункцияға алып келді, соған байланысты. Бағана сахарын диабеттен болатын болса, сахарды контрольда ұстау керек болады, артық салмақтан арылу керек болады, давлениені контрольда ұстау керек болады, и жаңағы егер атеросклеротический бляшкалардан болатын болса, оны тазалауға жаңағы неге дәрілер береміз, статиндар беруіміз мүмкін, жаңағы холестериновый бляшкаларды, холестеринді төмендететін дәрілер беруіміз мүмкін. Гормоналды болса, ол қандай гормон төмендегенге байланысты, адамның жасына да байланысты стимуляция жасаймыз ба, немесе прямой гормонның өзін береміз ба, тоже соған байланысты. Нейрогенді болатын болса, енді нейрогенді оны уже невропатологтармен, нейрохирургтармен бірге жұмыс істеу керек болады. Сосын психологический эректильный дисфункция, жаңа айтып кеттік қой, екі органический бар, психологический бар. Егер психологический эректильный дисфункция болған болса, онда жаңағы фармакодоплерография сосудов полового члена дейді, эректильді дисфункциямен келген пациенттарды біз мүшесіне укол салып, мүшені давлениесін көтеріп тексереміз да. Егер психологический эректильный дисфункция болған кезде көп жағдайда давление өте жақсы болады. Венозный оттоктан проблема болмайды. Ол кезде біз уже көбінесе психологический эректильді дисфункция деген диагноз қойып жатамыз. Егер психологический эректильді дисфункция диагнозы қойып жатса, онда оны психологпен немесе психиатрмен бірге емдеген дұрыс болады. Бұл жерде көп жағдайда біздің жас жігіттер синдром ожидания неудач деген нәрсе бар да. Үйленсем, қатынасқа түссем, мүшем тұрмай қалама деп соны ойлап, соны қатты көп ойлағаннан өзіне проблема создавать етіп жатқан жігіттер бар. Сол үшін бұны көп жағдайда біз психологтармен жұмыс жасаймыз. Біз бірінші тексереміз. Органикалық проблемалар бұл жерде жоқ. Бұл жерде тек қана психологиялық проблемалар екенін анықтаған кезде оны психологтармен бірге жұмыс жасаймыз көбінесе. Егер органикалық проблемалар болатын болса, онда жаңағы артериальный приток бұзылған кезде сосудтардың давлениесін көтеретін дәрі береміз. Венозный отток бұзылған кезде венаға операция жасаймыз. Гормондарды бұзылған кезде стимуляция жасаймыз. Жас болса, бала жас болса, бала егер жаңағы жасы үлкен, балалары бар, болды біз бала жоспарламаймыз деген кезде, онда прямой гормонның өзін беруіміз мүмкін. Сосын жаңа дәрілерде де бұның эректильді дисфункцияны емдеген кезде 3 линия терапия бар. Ол Европейский ассоциация урологовтың рекомендациясы кеңесі бойынша бірінші линия терапияға ол жаңағындай препараты фосфодиэстераза 5-го типа дейді. Оның ішіне силденафил, тадалафил, урденафил деген сияқты препараттар кіреді. Ол жаңағы айтып кеткен бізде Viagra, Синегра, Сиалис деген сияқты препараттар, Лифта деген сияқты препараттар кіреді. Бұл бірінші линия терапия. Бұған тағы да местная, ол вакуумная помпа, вакуум жаңағы мүшенің отрицательный давление создавать ету арқылы, мүшедегі кері давление жасау арқылы, жаңағы мүшенің давлениесін жоғарлату арқылы біз емдейміз. Сосын тағы ударно-волновая терапия дейді. Сол арқылы мүшедегі жаңағы давлениесін сосудтарға, мүшенің сосудтарын қоздыру арқылы, жаңа ударный волнамен сосудтарын қоздыру арқылы мүшедегі давленияны көтеруге осы бірінші линия терапия осылай қолданады. Егер бірінші линия терапиядан эффект алмасақ, онда екінші линия терапия, ол мүшеге укол саламыз. Ол уколдар көбінесе
альпростадил деген сияқты, простагландин Е деген сияқты уколдар салынады, мүшенің өзіне, ішіне салынады. Бұрынғы кезде мынандай жаңағы препараттар жоқ кезде бізде фосфодиэстераза 5 типа препараттар шықты дедік қой, солар жоқ кезде пациенттар өз-өзіне үйрететінбіз, өз-өздеріне укол салып қатынасқа түсетін. Бірақ ол екінші линия терапия осложнениялар өте көп. Жаңағы приапизм деген диагноз бар. Мысалы, мүше тұрып жатпай қою мүмкін, сондай кері әсерлері бар. Сол үшін міндетті пациентке біз түсіндіру, жаңағы уколды назначать етердің алдын пациенттерге түсіндіреміз. Осындай жағдайлар болуы мүмкін. Болып жатса, онда міндетті түрде хабарласу керек. Жаңағы біріншілікті көмек көрсету керек, мүшені жатқызу керек деген сияқты кеңестер беру арқылы біз пациенттерге тағайындайтынымыз. Бұрын қазіргі кезде бұл препараттарды екінші линия терапия қолданып жатыр, бірақ өте сирек. Жаңағындай дәрілер қолданбаған кезде қазір енді үшінші линия терапия ол протез, мүшенің бірінші линия, екінші линия терапияларды қолданып болғаннан кейін ол да көмектеспесе, онда мүшенің ішіне қолдан жасалған 1-2-3 компонентный протездер қойылып жатыр. Ол жаңағы неге байланысты? 1-компонентный деген мүше үнемі тұрып тұрады. 2-3 компонентный протездер ол жаңағы не арқылы умаға насос сияқты не салынады. Соны басу арқылы мүшеде өздері жаңағы ішінде не болады? Резервуар болады. Сол резервуардағы суды мүшеге айдау арқылы мүшені тұрғызып, керек жоқ кезде, екінші кнопканы басқан кезде мүшені жатқызып қойса болады. Бұл давление өлшеген кезде біз грушаны басқан кезде манжета үлкейеді, сол сияқты бұл жерде де сондай. Мүшенің уманың ішінде сонда не болады? Сонда груша сияқты болады. Соны басқан кезде жаңағы резервуардағы суды мүшеге айдайды. Екінші кнопканы басқан кезде мүшедегі су резервуарға кетеді, мүше жатады. Бұл үшіншілікті линия терапия. Бұны қолданған кезде көбісі қорқатыны, мүшем сезбей қалам ба, бала көтерте алам ба деп көбісі қорқады. Бұл жерде мүшенің сезімталдығына ешқандай қатысы жоқ, әсер етпейді. Мүше қалай сезіп тұр, солай сезіп тұра береді. Ұрық шығады. Тек қана бұның жұмысы, тек қана мүшені тұрғызып беру болды. Басқа сезімдердің бәрі қалады. Мүшедегі сезімдердің бәрі қалады. Бұл үшінші линия терапия. Осы емдер арқылы біз мүшені эректильді дисфункцияны емдейміз. Басқа мынау шығып жатқан қазіргі кездегі өкінішке орай өте көп биологически активный добавкалар өте көп шығып кетті. Балдар, неше түрлі гельдер, ішіп алсаң керемет боласың деген сияқты. Олардың ішіне көбінесе, көп жағдайда осы препарат фосфодиэстераза 5 типа ішіне салынады, және кейбіреулеріне гормондар да салынуы мүмкін, бірақ оны ішінде не бар екенін ешкім зерттеп жатқан жоқ. Ал біздің ғалымдар, зерттеп жатқан ғалымдар сондай тұжырымға келіп жатыр. Ішінде сондай немен препарат, мысалы Viagra сияқты препараттармен гормондар, тестостерон гормондар салыну мүмкін деп. Сол үшін ондай дәрілерден аулақ болу керек, абай болу керек. Оны біз ішін ол биологически активна добавка болғаннан кейін оны тексере алмаймыз. Тексермегеннен кейін оның ішінде не салынғаны білінбейді, біліне алмаймыз оны. Сол үшін егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеомызда қандай тақырып болғанын қаласаңыз, сол тақырыпты комментарийға жазып кетіңіздер. Сол тақырыпты қозғауға тырысатын боламыз.